Бағдарлама облыстық клиникалық аурухананың қолдауымен шығады. Облыстық клиникалық аурухана, сіздің саулығыңыз біздің жетістігіміз. Қымбатты көрермендер, таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта нөмір 12-ші қалалық емханасының балалар хирургы Исаходжаев Әлишер Бақтиярұлы. Саламатсыз ба, доктор? Студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Біз бүгін студия қонағымен балалар арасындағы хирургия, жалпы хирургиялық аурулар кездессе мынау дәрігерлеріміз қалай емдейді емхана деңгейінде, және де осы нөмір 12-ші қалалық емханасында көрсетілетін медициналық қызметтер турасында сұрап білеміз. Ендеше сұхбатымызды бастасақ. Әлишер Бақтиярұлы, сіз өзіңіз балалар хирургісіз, Иә. Енді осы балалар көбіне сізге қандай шағыммен түседі, қандай хирургиямен келеді? Дәл қазір кезде көбіне балаларымыз жүгінетін медициналық көмек қандай істерден? Соңғы кезде балдар көбісі дисплазия тазобедренных суставов деген диагнозмен өте көп келе жатыр. Өйткені 5-6 жыл бұрын ондай диагноздер көп кездеспейтін еді. Вот соңғы рет мен өзім как балалар хирургы байқап атқаным, маған приемға келе жатқан балдарда өте көп сол диагноз кездесіп жатыр. Ол дегеніміз туылмалы ауру, мамасының ішінде развитиясы болып жатқан кезде сол ушып тазобедренный суставта ушығының тазы, соның формированиясы нарушение болады. Өйткені ол различный факторлар болуы мүмкін. Мамасының жүктілік кезінде инфекциялық ауру болуы мүмкін. Кейбір кездерде травма алады, кейбір кезде стрессовый ситуациялар болады ғой. Сондай кезде закладка, органдар закладка болып жатқан кезде нарушение болып, осындай диагнозға алып келеді. Оны біз ранний уақыттарда диагноз қоюға тырысамыз. Өйткені 1-2 айлық кезінде скрининговый осмотр жасаймыз сол нәрестелерді. Сол кезде уже суставты ашып көріп жатқанымызда оның өзінің определенный симптомдары бар. Сол симптомдарына қарап біз уже дисплазия подозрение жасаймыз. Сол кезде уже мамасына біз ұсыныс береміз. Ол баланы обязательно аяқтарына әдемілеп массаж жасап тұрыңыз деп ұсыныс береміз. Широкий пеленание дейміз, өйткені ана баланы аяғын тырыстырып байлап қояды бізде мұсылманшылықта, ол бұрыннан келе жатқан нәрсе ғой. Соны айтамыз, онша тырысып тартпаңыз, баланы аяғын ләжі болса ашып тұрыңыз, кейде майлап массаж жасаңыз деп ұсыныс береміз. Сосын мамасын еметін балдарға мамасына витаминдер көбірек ұсынамыз. Сосын ашық ауада серуендеңіз деп айтамыз. Көкөністер, жемістерді көбірек жеңіз деп түсіндіріп айтамыз оның бәріне. Сосын повторный осмотрға келген кезде, қазір 5-6 айлығында сол балдар қайтадан келеді. Ол кезде көбісінікі уже өзгеріс беріп, оң жаққа өзгеріс беріп, жақсы болып кеткендері бар. Если сол кезде подозрение әлі қалып жатса, ол кезде уже рентгенге жіберіп, сол диагнозды подтверждать етсе, онда уже специальный емді назначить етеміз. Ол дегеніміз, ол массажистқа қатынайды, уже барады, курс лечения, специальный массажист бізде бар, физиолечениеге барады, ол электрофорез обязательно алады, и кемінде 2-3 ай лечение алады. Сол диагноз жиі кездесіп жатыр да соңғы кезде. Ол біріншісі. Тағы бір диагноз соңғы рет жиі кездесіп жатыр, ол фимоз дегеніміз. Фимоз дегеніміз медицина тілімен айтқанда, ол сүннет терісі дейміз ғой, балдарда, ұл балдарда болады. Соны соңғы кезде жиі кездесіп жатқан ол ашылмай келеді да. Біз бұрын мысалы мен уже істеп жатқаныма 20 жыл болса, басында мен жұмыс бастаған кезде ондай бір 10 шақалақты медосмотр жасасақ, біреуінде шығу мүмкін еді. Қазір 10 медосмотр жасасақ, кемінде 7-8-інде сол диагноз кездесіп жатыр, жиі кездесіп жатыр. Ол да врожденный характер, туылма болады мамасының ішінде, сондай бұл бала туылады. Онда медосмотр кезінде біз жақсылап көріп, мамасына ұсыныстар беріп, сүннет терісін ашып, қызыл маймен майлап, әдемілеп ашып тұрыңыз деп айтамыз. Өйткені если сол біздің айтқан ұсыныстарымызды істемей әрі қарай жалғаса берсе, ол жерде тұздар жиналып, біздше айтқанда тұз, атак смегма дейміз ғой, ол көбірек жиналып, ашылмаған неде, сүннет терісі ашылмаған кезде, өйткені острый фимозға алып келуі мүмкін. Острый фимоз балдарда ол экстренный операцияға показания, да, операция істеу керек. Сол жағдайға жеткізбеу үшін алдын ала мамаларға осындай ұсыныстарын береміз. Түсінікті. Дисплазия туралы енді айта кетсек, жалпы бұл дисплазия емделетін ауру ма, ерте анықтау дейсіз. Ерте анықтау қаншалықты маңызды? Ерте анықтау оның өте маңызды, өйткені бізде айтады ғой, ертерек оны анықтасаң, лечениясы емдеуді ертерек берсең, бала тезірек жазылады. Өйткені если біз 1-2 айлық кезінде уже бірінші медосмотрға келген кезінде соны анықтап, уже мамасына ұсыныс беріп, массажға назначение беріп, массаж істетіп қойсақ, уже ол 5 айлық кезінде оң өзгерістер беріп, көп балдарынікі уже нормальный шығады. Өйткені 5 айдан кейін рентген контроль жасауға болады. Рентгенде уже көрсетеді, ушықтары нормальный, головкалары в пределах нормы, ана верхлужный впадиналары уже жақсы
нормаға сәйкес келе жатыр деді да. А если біз оны кеш выявить етсек, 1-2 айлығында жақсы көрмей, оны пропустить етіп қойып, 5-6 айлық кезінде, бывает иногда бізге 1 жасқа жақын келеді, уже бала жүретін кезінде оны енді выявить етсең, ол уже өте қиын, өйткені бала қиналады, оның аяғына подушка фрейка дейміз, подушка кигіземіз, болмаса шина Веленского, оны көрген шығарсыздар. А кейбір қиындау случайлерде подвывих дегеніміз бар, или врожденный вывих дейміз, ол шығып кеткені, онда гипске қою керек. Ол как раз жүретін уақытында балаға аяғына жаңағы шинаны или подушканы кигізіп, или еще хуже гипс кигізіп қойсақ, қалай қиналады ол бала? Иә, баланың аяғына ауыр тас байлап қойған сияқты болады. Сол үшін ертерек ол әлі жүрмей тұрып, 1-2 айлық кезінде, 4-5-6 айлық кезінде соны вовремя диагноз қойып, уақытысында ұсыныс беріп, соны алдын ала жақсылап емдесек, ол уже жүретін кезде қиналмайды да. Түсінікті, тамаша. Енді ерте келген кезі, кеш келген кезі, мысалы бала туылды, ол балада дисплазия болмау үшін анасы, ата-анасы қанша уақытта туылған баланы хирургке келіп көрсету керек? Негіз бірінші скрининговый осмотр бізде 1-2 айда уже алып келеді. Хирургтерге? Детский хирургқа участка дәрігерінің жолдамасымен плановый дейміз ғой, жоспарлы түрде скрининговый осмотрға жібереді. Біздің емханада 1 ай, әрі кетсе 2 айлық кезінде 1-2 ай арасында балдар бәрі бірінші осмотрдан өтеді. Сол кез ең жақсы уақыт, потому что ол кезде уже если тщательно жақсылап қарасаң, можно 1-2 симптомдарын уже көруге болады сол кезде. Түсінікті, шынымен де қымбатты ата-аналар, құлақтарыңызға алтын сырға. 1 айдан кейін, асқаннан кейін, 2 ай кезінде міндетті түрде өзіңіздің жергілікті емханаңыздағы немесе сол қаладағы ауруханаңыздағы міндетті түрде балалар хирургиясына барып, балаңыздың аяқ сүйектерін көрсету маңызды, өйткені бұл дисплазияны алдын алуға көмектеседі, және де егер анықталған жағдайда аурудың дисплазиядан толық сауығып кетуіне зор мүмкіндік береді. Ал кеш келген кезде қай кез деп санаймыз, доктор? Мұны бізде 1 жастан асада келеді. Қазір ондай случайлар азайып кетті, өйткені қазір участка дәрігерлер бізде жақсы істеп жатыр, медсестралар патронаж жасап жатыр, уақытысында жіберіп, сонда да болады бір отдаленный участкаларда, кейбір үйлерде мамашалар онша не ответственный дейміз ғой, былай айтқанда, кезінде алып келмейді да, соларға қанша рет участковый медсестра үйіне барып айтады, міне уақыт келді, алып шығыңыз деп, кейбіреулер әкелмейді, мән бермейді да. Сосын өзі 1 жас болғаннан кейін, 1 жастан аса келеді, уже когда, уже ана бала уже жүргенде білінеді. Менің балам сәл бір жақ қарап ақсақтап жатыр, или аяғын жақсы баса алмай жатыр, что-то маған анан жүргені ұнамай жатыр деп. Уже ол кезде бала үшін уже қиын болады да, өйткені оны уже жүретін кезі, уже поздновато дейміз ғой. Сол кезде уже рентген жасап, жаңа диагноз қойылып, сосын оған гипс или шина кигізгенде уже балаға қиын, тұрып кетіп жүргісі келеді. Ему аяғына кигіз қойып, ол жерде жүргізуге вообще болмайды ол кезде уже. Поэтому лучше, конечно, біз айтамыз, 1 жасқа дейін ол диагнозды қойып, сол кезде емдеген жақсы деп айтамыз. Мамашалар сознательный болып, уақытысында медбикелер, дәрігерлер айтқан ұсыныстарға мән берсе, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Түсінікті. Ал егер дисплазия жазылмаса, асқынып кетсе, соң неге апару мүмкін негізі? Енді ол асқыну өте қиын, оны алдын ала айтуға болады. Ол врожденный вывих, подвывих деген сложный диагноздар бар. Ол деген сөз уже головкасы сырт жағында тұрады. Ол кезде обязательно уже гипс қоюға қажет болады. Ол да и тағы осложнениясы бар. Өткізіп жібергенде ол асептический некроз головка дейміз, головка жиіліп кетеді, чоп болып кетеді головка. Ол өте қиын, там ол кезде лечение уже айлап, жыллап болады уже. Кейбіреулер ана специально костно-суставный санаториялар бар, сол жақта 3-4 жасқа дейін гормондар алады бала, постоянно кроватқа байлап қояды, ол бала жүрмейді. Тұрғызуға да болмайды. Оны кроватпен итермелеп жүреді. Туысқандары барып сол жақта күтеді. Балықшы деген жер бар бізде, көп барады сол жаққа жұрттар. Ол қазір соңғы кезде ондай осложнениелер бізде өте азайып кетті. Олды ойлаймын, жұрттарына мына бейне телевизорлардан көріп, уже сознательный болып, бақсыны алып келген соң, ондайлар өте аз. Бір 20 жыл бұрын көп еді. Біз жіберетініміз өзіміз жіберіп, балықшыға, санаторийге, профилакторияға ол жерден емделіп келіп, ол балдар гормон алған соң, ол толып кетеді, қанша курс гормонотерапия алады, ол бәрі организмге зиян болады. Қазіргі кезде ол өте азайып кетті. А так сондай осложнениялар бар, иә. Ал Әлішер Бақтиярұлы, енді айта кетіңіз, жалпы осы 12-ші қалалық емханада балалар хирургиясы бойынша қандай қызметтер көрсетіледі балаларға? Бізге балалар хирургиясы бойынша, жаңа мен бірінші айтып өткендей, медициналық осмотр болады.
ол нәрестелік кезден басталады, үлкендеу 2-3 жасында ол жоспарлы түрде келеді медициналық осмотр. Ол профилактикалық осмотр деп есептеледі. Екінші түрде бізде жоспарлы и экстренный дейміз ғой, жедел түрде келген науқастарға медициналық көмек көрсетіледі. Ол дегеніміз экстренный, жедел түрде келгендер травмалармен көп келеді. Оларға гомп арқылы, то есть тегін медициналық көмек көрсетіледі. Тігістер салынады, хирургический обработка жасаймыз, перевязка жасаймыз. Ол бәрі тегін. Плановый хирургический помощь дегеніміз ол жоспарлы түрде келгендерге, мысалы бізде балдарда өте көп қазір кездесіп жатқан жиі грыжа дейміз ғой, грыжа кездесіп жатыр. Балдарда крипторхизм деген диагноз бар. Оның бәрін жоспарлы түрде біз дайындап, порталға қойып, портал арқылы тегін операцияға жібереміз. Ол жоспарлы ем. Ары қарай мелкий хирургический манипуляция дейміз. Ол деген сөз бізде істеп жатқан фурункулдарымыз, жараларымыз бәрі, соны бәрі вскрытиесі, кесуі, тазалауы, ары қарай перевязкасы бәрін жоспарлы түрде өзіміз амбулаторияда істей береміз. Фурункулдар, сол атерома, гигрома, липома, бәрін осы жерде бізде хирургияда амбулаторно удаление жасай береміз. Барлық түр операцияларға біз дайындап, порталға қойып, оперативный емде стационарларға жібереміз. Түсінікті. Жалпы енді болашақта осы 12-ші қалалық емханада осы хирургия қызметті дамыту бойынша қандай жоспарларыңыз бар? Бізде қазір уже біз айтып атқандай 12-ші қалалық емхана өте алдыңға жүріп жатыр. Өйткені жақында февраль айында, январь аяқ жағында бізде диагностикалық орталық ашылды, Онтимет деген. Ол жерде біз қатысуда біздің қала денсаулық сақтау басқармасының бастығы Асылбеков мырза мен қала әкімі Айтенов мырза қатысты. Бізде диагностикалық орталық ашылды. Ол жерде заманауи жабдықтармен полностью қамтамасыз етілген. Ол жерде ол дегеніміз екі ультрадыбыстық зерттеу аппаратымыз бар. Жаңа последний технология бойынша ең жаңалары. Сосын видеогастродуоденоскопия аппаратымыз бар. Сосын ол жерде компьютерная томография, маммография и цифровой рентген аппаратымыз бәрі біздің 12-ші қалалық емхананың тұрғындары үшін дайын қызмет көрсетуге уже 1,5 ай болды, уже қызмет көрсетіп жатыр. Әрі қарай ол жерде бізде алынған қызметкерлер өте жоғары тәжірибелі дәрігерлер. Олар біліктерін бізде тек қана Алматы Астанада емес, шетелдерде арттырып келген біліктер. Турцияда, Ресейде жоғары тәжірибелі дәрігерлер жұмыс істеп жатыр ол жерде. Мен ойлаймын, келешекте ол жерде тағы да МРТ аппарат бізге жоспарланып тұр. Ол жерге МРТ аппарат болса, и ол жерде бізде плановый деген сөз, дневной стационар арқылы операцияларды осы жерде жоспарлап тұрмыз. Тамаша, емханада жалпы бағанағы стационар деңгейде ота жасауды жоспарлап отырсыздар, түсінікті. Әлішер Бақтиярұлы, шынымен де біз осы жоспарларыңыз, балалардың денсаулық сапасын жақсартудағы алға қойған мақсаттарыңыз, жоспарларыңыз іске ассын деген тілектеміз. Жалпы бүгінгі пайдалы, керемет сұхбат үшін алғыс айтамыз. Әсіресе балалар дисплазиясы туралы қажетті кеңесті айта кеттіңіз. Біздің сіздерге тілеріміз хирургиялық аурумен келген науқас балалардың барлық ауруынан сауығып, ертерек бағанағыдай дені сау болашақ азамат болып өсуіне шын жүректен тілектеспіз. Рахмет сізге. Қымбатты көрермендер, сұхбатымыз осымен тәмам. Алда медицина жаңалықтары. Республикалық олимпиадаға қатысу үшін Шымкентке келіп, уланып ауруханаға түскен оқушылардың жағдайына қатысты санитариялық эпидемиологиялық бақылау мамандары ақпарат берді. Арнайы лабораториялық тексеру жүргізген мамандар оқушылар жатақханада таратылған астан уланған болуы мүмкін деген байлам жасаған. Ыдыс аяқтан, тарелкалардан, жаңағы қасықтан, шанышқыдан смывтар алдық. Және столдың беткейлерінен пышақ, жаңағы разделочный доски дейміз ғой, солардың бәрін біз смывтар алдық. Сол жерде тарелкадан, шанышқыдан және столдардың беткейлерінен алған смывтардан, сүртінділерден ішек таяқшалар тобындағы микроорганизмдер анықталып отыр, бактериялар анықталып отыр. Бактерия группы кишечный палочка дейміз ғой, солар анықталып отыр. Оқыс жағдайға тап болған 15 оқушының 14-і емін толық аяқтап ауруханадан шықты. Дегенмен олимпиада кезінде бөртпеге шалдыққан бір оқушы әлі медициналық ұйымда ем қабылдауда. Бізге ол бәрі бір клиникамен түсті, үш құсып өтіп келген. Шұғыл жерде бәрі көмек несімен берілген балдарға. 2 тәуліктің ішінде қолын тұрақты жағдай алған кейін сенбі күні орташа удовлетворительный состояниемен үйге шығарып қалған.
Арты шоуға айналған Олимпиада ұйымдастырушылары білім бәйгесінің қорытындысын жариялады. Жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндер бойынша республикалық Олимпиадада 422 оқушы жүлделі орынға ие болған. Сонымен қатар республикалық Олимпиаданың бірінші турына қатысып, ауруханаға түскен балалардың да қандай жетістікке жеткені белгілі болды. Шымкент қаласының жұқпалы аурулар ауруханасына түскен мектеп оқушылары бірінші турға қатысып, 1 алтын, 4 күміс, 3 қола медальға және 4 алғыс хатқа қол жеткізді. Балаларға зиянды тағам таратты делінген асхана егесіне қатысты қазірге ешқандай шара қолданылған жоқ. Дегенмен санитар дәрігерлер оқушылардың жаппай улануына байланысты қылмыстық іс қозғау үшін ішкі істер департаментіне ұсыныс жолдаған. Таңертеңнен басталған ашық есік күнде 60-қа жуық науқасқа медициналық көмек көрсетілді. Олар емхана базасында дәрігердің қабылдауынан бөлек рентген, ультрадыбыстық зерттеу сынды аппараттарға ақысыз түсті. Қабылдауда мекеменің білікті мамандары жүргізді. Қатерлі алдын алу емдеу жұмыстарын жүргізу үшін дәрігерлер қаланың барлық тұрғынын шақырды. Жатыр мойынмен скрининг бағдарламасы жүргізіліп жатыр. Бұл скрининг бағдарламасы әйелдер әр 4 жыл сайын өтеді. Бұл бағдарламаның мақсаты жоғарыда айтып кеткендей қатерлі ісіктерді ерте кезінде табу немесе ісік алды ауруларында табу. Егер әйелде осындай аурулар табылып жатса, сіздер қорқпаңыздар, келіңіздер. Бұл қазіргі таңда емделетін аурулар. Ашық есік күнінде пациенттер онкогинеколог пен онкохирургтардан тегін кеңес алды. Әсіресе шалғайдан келген аудан тұрғындары жолдамасыз бірнеше дәрігердің қабылдауында болып тексеруден өтті. Инстаграмнан естідім, сөйтіп осындай ашық күніне келіп отырмын. Негізі бұл онкологияға қарсы әр адамның өзінің жаңағы бойында қандай ауру бар, соны бәрін білу үшін онкология ұжымына үлкен рахмет айтамын. Айта кетейік, қатерлі ісіктен 100% айығуға болады, бірақ бұл үшін ауруды ерте сатысында анықтап, скринингтік тексеруден дер кезінде өту қажеттігін дәрігерлер ескертеді. 7 жасар Абдрахман күн сәулелі ерекше балалар қатарында. Өмірге Даун синдромы диагнозымен келген науқастың анасы Дана Қабылбекова жұбайының қолдауымен ерекше баласын түрлі үйірмелерге қатыстырып, спортқа баулып жүр. Нәтижесінде олы футболды жақсы меңгеріп, бірнеше сайыстардан жүлделі орындармен оралған. Менің күйеуім ұлымның ауруын естігенде бәрін жақсы қабылдады. Ол біздің баламыз. Алла бізге керемет ұл берді деп қолдады. Біз баламызды қазір үйірмелерге апарып, оны оқыту мен тәрбиелеумен айналысамыз. Ең бастысы ұлымыздың талпынысы зор болса дейміз. 20 жастағы Роман таза ауада серуендегенді, фотоға түсіргенді және компьютерлік ойындарды ойнағанды жақсы көреді. Ерекше диагнозбен туылған азаматтың анасы Светлана жалғыз өзі бағып, ер жеткізді. Жалғыз басты ана алғашқыда ұлының ерекше болып туылғанын естігенде диагнозды сабырмен қабылдағанын айтады. Негізінде мен ұлымның диагнозын естігенде ешқашан қобалжыған емеспін. Себебі достарымыздың осындай ұлы болды. Мен оны жақсы білетінмін. Мұндай дертке шалдыққан перзентке қарау қиын екенін мойындаймын. Бірақ перзентім үшін бәріне баруға дайынмын. Бүгінде неврологиялық ауруға шалдыққан балаларды емдеу үшін көбіне арт-терапия түрі қолданылады. Шығармашылық қасиетті шыңдайтын бұл ем түрі Даун синдромына шалдыққан балалар үшін пайдалы дейді мамандар. Даун синдромына шалдыққан балалардың құрметіне орай арт-терапиядан шеберлік сабағын өткіземіз. Айтулы терапия жан тыныштығын, жақсы көңіл күйді қажет ететіндердің барлығына арналған. Кез келген ауру ең алдымен біздің басымызда, ойымызда, қиялда пайда болады. Даун синдромы бар балаларды достық пен мейірімділік қасиеттері үшін күнші уақытта балалар деп атайды. Мұндай диагноз бар балалар үшін дұрыс күтімді ерте кезеңде ұйымдастыру өте маңызды. Соның арқасында олар толыққанды өмір сүре алады. Даун синдромымен дүниеге келу ата-ананың ұлтына, денсаулық жағдайына, ұстанымын, өмір салтына байланысты емес. Бұл генетикалық ауытқу. Бұрын көп жағдайда 35 жастан асқан ата-аналардан туған балаларда кездесетін, ал қазір жас ата-аналардан да Даун синдромы бар балалар дүниеге келіп жатыр. Даун синдромның бар жоғын педиатр дәрігерлер нәресте туған бетте оның сыртқы келбетіне қарап анықтап, генетика сараптама жасауға жібереді. Егер әйел 35 жастан кеш туса, онда тәуекел жоғарылап, қауіп көп болады. Сондықтан біз мұндай жүкті жастағы аналарға инвазивті процедураны ұсынамыз. Жас келген сайын ұрықтарда қауіп көп болып, генетикалық аурулардың таралу қаупі басым болады. Сондықтан мейлінше қалыпты жаста бала босанған дұрыс деп ойлаймын.
Айта кетейік, қазірде Шымкент қаласында 215 ерекше бала есепте тұрады. Өкініштісі, мұндай диагнозбен өмірге келген балалардың басым бөлігі ата-анасының қарауынсыз, яғни жетімдер үйінде тәрбиеленеді екен. Түркістан облысының облыстық клиникалық ауруханасы өңір халқына жоғары сапалы мамандар көмек беретін бірегей медициналық орталық. Нейрохирургия бөлімшесінде жүйке тамырларының орталық және шеткі жүйесі сыр берген азаматтарға, дегенерациялық дерттерге, омыртқа жарақаттарына жоғары дәрежелі дәрігерлер отаның барлық түрін жасайды. Ортопедиялық бөлімшесінде сүйек және буындарға заманауи технологиялар негізінде ота жасалады. Тізе және жамбас буындарына эндопротездеуді, өзге де күрделі оталарды жоғары дәрежелі мамандар жасайды. Біздің басты құндылығымыз пациентке сапалы қызмет ету, жоғары жауапкершілікпен бірге жұмыс істеу. Сен денсаулығыңды күтесің ба? Күтемін. Ананың жүрегінде тексеру керек. Гемотестке барайық. Оларда науқан. Талдаулар 1790 теңгеден. Иә, осында да олар бар. Балам, сәлем. Сәлем, анашым. Сені гемотестке талдауларға жаздық. Бұл сенің қалаңда да бар. Гемотест елі бағдарламасы 3 негізгі талдау 1790 теңгеден. Дәрігердің тегін кеңесі.